Сәлем менің сүйікті көрермендерім. Біз бүгін түрлі сұрақтарды кіші топ пен үлкен топқа қоятын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі қатысушыларымыз ол Мөлдір мен Аяру. Сендер болашақта кім болғыларың келеді? Мен болашақта журналист болғым келеді. Ал мен стилист болғым келеді. Қазақстанда болашақта қандай технология шыққанын қалайсың және де олар саған қандай пайдасын тигізеді? Болашақта роботтар үйді жинауға көмектесетін, ыдыстарды жууға, сондай роботтар шыққанын қалаймын. Мен де солай қалаймын. Яғни сендер үйдің шаруасына көмектесетін роботтарды қалайсыңдар, иә? Біздің кіші топқа қойған сұрақтарымыз аяқталды. Бұл сұрақтарды енді үлкен топтың балаларына қоятын боламыз. Сендер болашақта кім болғыларың келеді? Мен актриса болғым келеді, еще журналист болғым келеді. Менің болашаққа неме? Болашақта кім болғың келеді? Не үшін? Мен болашақта актриса, журналист болғым келеді. Неге? Себебі ол менің арманым, мақсатым өзімен айтып. Себебі мені камера алдында еркін сөйлеген жақсы көрген. Болашақта дизайнер болғым келеді. Өйткені маған киімдердің ерекшелігі ұнайды. Сендер арман мақсаттарыңа қандай қадам жасап жатырсыңдар? Мен осы тәуекетсізге келіп жүрмін. Барлығы орындалу үшін. Сондықтан да сенем орындалатынына. Бір қадам жақындадым деп те айта аламын, себебі мен ең алғашында Ошан фильмға барып, өзімнің ең алғашқы арманым мақсатымды орындадым. Ол арман мақсатым фильмға или киноға түсу болған. Және де мен Ошан фильмға барып, соны орындадым. Енді дәл қазіргі сәтте журналистика бағытында тәуекетсізге қатысып жүрмін. Бұл да менің арманымның бір бөлшегі, мақсатымның. Сондықтан да ары қарата арманыма жетемін деген ойдамын. Мен өзімді камераға еркін сөйлеуді үйреніп жүрмін. Қыздар, болашақта қандай технология шыққанын қалайсыңдар және де олар не үшін сендерге пайдасын тигізер еді? Мен әрбір балаға қымбат тұрмай, бәріне мектептегі балаларға чип қойып берген қалаймын, ешқайда жоғалып кетпейтіндей, қайда жүргенін білу үшін. Уақыт машинасы болғанын қалаймын, себебі кері уақытқа барып, өзімнің балалық шағымды көруге, ренжітіп алған адамдармен қайтадан татуласуға, сондықтан да мен кері қайтқым келеді. Мен болашақта машина жүргізушінің орнына робот жүргізгенін қалаушы едім. Қыздар, жауаптарыңа көп рахмет. Достар, міне бүгін біздің айтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.